Ұлыстың ұлы күні құтты болсын халайық. Ұлыстың ұлы күнінде міндетті түрде дастарханымызда наурыз көже әзірленген. Наурыз көже ұлттық тағам. Келер жылғы молшылықтың жалғасы ретінде наурыз тойында әр шаңырақта міндетті түрде осы көжені әзірлейміз. Халықтық дәстүр бойынша оған кем дегенде 7 түрлі азықтық заттар міндетті түрде қосылуы керек. Тақ санын сақтап, мұндай заттар көбейтіле беріледі. Соғымның арнайы сақталған мүшелері қазы, қарта, жалжая, шұжық та қосылады. Наурыз көжені халық арасында тілеу көже деп те атаған. Наурыз көжеге наурызға арналып сойылған малдың кәделі асына наурызда бата берілген соң жиналған халық ақ мол болсын деп тілек айтып тарқалған. Ұлыстың ұлы күніне арнайы сақтаған етімізді алдымен жуып, қазанымызды көтеріп, ішіне су құйып, осы етімізді асамыз. Ең алдымен осы наурыз көжемізге су қосамыз. Ата-бабаларымыз айтқандай, өзендей өмір, көлдей көңіл, ұрпақ өрі судай асып тассын деген мағынаны білдірген екен. Ал қазақтың ең жақсы көретін дәмдерінің бірі ол ет. Қазаны толсын, асары мол болсын деген мақсатта ұзын сарыда сақталған сүр етімізді әбден жуып, суға толтырылған қазанымызға салып, етімізді бүлкілдетіп асамыз. Етіміз дайын болғанға дейін күрішімізді бірнеше қайтара жуып, қайнап тұрған ыстық суда 5 минуттай жартылай бұқтырып аламыз. Бір сапар кесе суымызға жарты стакандай ұнымызды қосып, жақсылап араластырып, қоймалжың түйіршіксіз масса шығаруымыз керек. Видеоға мұқият қарасаңыздар, біздің ұнды суымыз түйіршіксіз болып шықты. Етіміз дайын болды, сорпамызды екінші қайтара сүзіп аламыз. Дайын болған етімізді әдемілеп турап шығамыз. Наурыз көжемізге қосылатын келесі дәмнің бірі тұз. Тұз қосқаны қазақтың мәдениеті сөз. Қашаннан сөзді қадірлеген қазақ ешқашан дәмсіз сөз сөйлемеген. Сондықтан да тұз астың дәмін келтірер, мақал сөздің мәнін келтірер деген мағынамен қосқан. Тұзды абайлап қосасыздар, дәміне қарай. Келесі қосылатын дәміміз құрт. Құрт әлсіз ауыршаң адамдарға күш қуат беретін пайдалы тағам. Бұл астың қуат көзі болсын, ел қуаты нығайсын, денсаулығы берік болсын деген ырымға негіздесе керек. Келесі қосылатын дәміміз ұн. Ұнды біз алдын ала суға езіп дайындап алдық. Ұннан жасалынған тағамдардың бәрі ақ дастарханымыздың қақ төрінде шаңырақтың отағасы секілденіп жайғассын деген ырыммен қосқан екен. Ұнымызды қайнап тұрған сорпаға қосқанда жақсылап араластыруымыз керек. Сол кезде сорпамыз түйіршіксіз әдемі болып шығады. Осы қосылған дәмдерімізді 5-10 минуттай қайнатып аламыз. Келесі қосылатын дәміміз ол арпа. Алтын арпаны да осы наурыз көжеге қосқан екен. Арпа денсаулыққа шипалы, дәруменді ғажап дән. Сондықтан денсаулығымыз мықты болсын деген мағынамен осы көжемізге қосқан екен. Келесі қосылатын тағамымыз күріш. Күріш те табиғи элементтерге бай дәнді дақыл. Бір тамырдан өсіп өнген күріштей ұрпағымыз көп болсын деген тілекпен қосқан екен. Соңғы 7-ші асымыз ет. Етті қазаны толсын, асары мол болсын деген мақсатпен қосқан екен.
Сонымен наурыз көжемізге 7 түрлі дәм қосылды. 7 деген сан қазақта киелі сан. Қазақ киелілікке, ырымшылдыққа аса мән берген. Сонымен наурыз көжемізге қосылған 7 түрлі дәміміз су, тұз, арпа, күріш, ұн, құрт, ет қосылды. Осымен біздің наурыз көжеміз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Алдағы видеоларымның бірінде қызыл ірімшіктің видео рецебін жүктейтін боламын. Ол ірімшіктің ерекшелігі мәйекпен ұйытылып жасалынатын болады. Ол үшін менің арнама тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Мына қоңырауша белгісін басып қойсаңыздар, сіздер бірінші болып менің видеомды көріп отырасыздар. Сіздермен болған Нұржамал.